Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпірі» шығармасынан үзінді ұсынамын. Қазына үйінің есігі шиқылдап ашылып, шиқылдап жабылатын болып қалыпты. Топсысы қажалған-ау, завхозға айтып, майлатып қоятын екен, деп қойды Рысқұлов. О, дүние-ай, темір екеш, темір де май тілейді адамға, не дауа. Кушекин ғой, аштар неге нан сұрайды деп ашуланады. Сол есік бұл жолы шиқылдамай, ыңсыз-шыңсыз ашылғанын көріп, Рысқұлов таңданып қалды. Есік бір түрлі қалықтап ашылып, ішке аяқ-қолының кісені сылдырлап, Рысқұл кірді. Артурды қолынан жетектеп алыпты. Басында тозығы жетіп, өңі түсіп, қоңырайған баяғы аққалпақ, үстінде ескі күпәйке, бұтында мақталы сұр шалбар, аяғында рабочий бәтеңке. Сақал шашы өсіп екен. Иығындағы қоржынды табалдырыққа тастай беріп, маңдайының терін күректей қолымен сүртіп тастап, босағаға жүресінен отыра кетті. «Жоғары шық, көке, жоғары шық!» деп Рысқұлов ары-бері қабақтап қалып еді. Рысқұл тырп етпестен босағада отыра кетті. Артур болмаса таба алмайды екенмін. Ташкент деген біздің Үркітпен Бодойбодан үлкен қала екен ғой, кім біліпті, деп қойды Рысқұл немқұрайлау сөйлеп. Сағынған сыңай танытқан жоқ. Құшағын айқара ашып тұра ұмтылар емес. «Жай әшейін Артур айтты, сен орыс келіншек алды деп. Жай әшейін құтты болсын айтайын дегенім ғой. Құс құтты болсын, тұрар, ештеңеге әуре болмай-ақ қой. Мына кісенің не көке? Сені соттатқан патша өкіметі әлдеқашан құлап еді ғой. Сенің қол-аяғыңда кісенді әлі алмағаны несі?» деп Рысқұлов әлгі нағындет атқыр шынжырды қолымен бұрап үзіп тастардай тұра ұмтылып еді. Жілігіне қорғасын құйып қойғандай қозғала алмады. «Кісен дейсің бе, тұрар? Бұл үйреншікті нәрсе ғой. 12 мүшенің біріндей болып сіңісіп кеткен ескі дос қой бұл. Не қыласың?» деп Рысқұл уайым қайғысыз емекетті айта салды. Сөйтіп, баяғы түрме бастық Приходьконың қызын алдым де. Жөн. Екеуің кішкентай күндеріңде бірге кітап оқып отырушы едіңдер. Мына бірдеңені ізбайша шешең беріп жіберіп еді, ауылдың дәмі ғой, деп Рысқұл кісендеулі қолымен қоржынды жылжытып қойды. Айтпақшы, Түйметайды меркедегі Ботайдың бір тентегіне күйеуге бердік. Мен Сібірге кеткенде апыл-тапыл аяғы енді шыққан бала еді, енді күйеуге шықты. О, Құданың құдіреті, қыз сайтан деген сода. Рысқұлов әкесіне жақындай алмай, жақындайын десе аяғы жылжымай, 2 адым жерде тұрып езіліп бір жылады-ау. Бізде басымыз құралып, баяғыдай шүйіркелесіп, талғардағы жеркепенің ішінде отырғандай бірге болатын болдық-ау. Қайран көкем менің, не көрмеді сенің мына бурыл басың. Енді бір адам рахат өмірге лайық болса,
Сен лайықтысың, көке. Бүкіл өмір бойы көрген мехнат бейнетінің бар зейнеті енді қайтады, көке. Енді бір-бірімізден ажырамаймыз деген тәтті рахат сезіммен көңілі жібіп, Рысқұловтың көзінен жылжып қана жылы жас ақты. Біреу ақырын түрткендей болды. Көзін ашып алса, Наташа екен. Қолында ақ бәтес орамалы бар. Мұның бетін сүртіп отыр. Түсіңде жыладың ғой, не болды? Деді Наташа үстіне төне түсіп, бетін, шашын сипалап. Үйге әкем мен Артур келді, деді Рысқұлов өкінішті үнмен. Әлгі бәрі түс болғанына біртүрлі әлдекім алдап кеткендей көңілі жүдеп-ақ қалды. Екеуін де сағынғансың ғой, мен бәле болып кірдім-ау осы үйге. Бала қайда жоғалып кетті? Рысқұлмен бірге қол ұстасып жүргеніне қарағанда өліп қалмаса не қылсын, деп күрсінді Рысқұлов. Қой, келіп қалар, сен уайымшыл емес едің ғой, Тұрар, деп келіншегі оның қалың шашына сүйрік аппақ саусақтарын әрең сүңгітіп аймалай берді. Өзің де тым жұмысбасты болып кеттің ғой, жөндеп іздеу салдырсаң еді. Милицияда жалқау ғой, кейде мұрнының астында болып жатқан сойқанды көрмейді. Бөгем шымған тауларының сызылып аққан таңы атып келе жатты. Рысқұлов төсектен тұрып, жуынып, киінуге беттеді. Таң атпай жатып, мұнысы несі, деп төсекте жатқан келіншегі қабағын кіржитті. Бірақ бұл большевиктер жұмысқа өстіп берілмесе, өкіметті ұстап тұра ала ма? Ал әсіресе біздің Тұрар бала кезден-ақ бейнетқор ғой. Таңның бозаласынан тұрып, түрменің ауласын сыпырып жүрмеуші ме еді? Ойлап тұрсаң, біздің папамызды бұл большевиктердің атып жіберетіндей бар екен ғой. Енді Аркаша сорлыны атып жібереді. Әкемізді өлтірді, енді ағамды өлтірсе, сұмдық-ай. Мұны Тұрарға қалай айтамын? Бұл құтқара алар еді, бірақ діні қатты ғой. Мені сүйгені рас болса, көнер де. Тұрар, милый, әлден қайда барасың? Шайыңды ішсеңші, мен қазір тұрайын. Наташенька, әуре болма, өзім-ақ примус қоя саламын, деп дәлізге шығып кетті. Бұл қызыл комиссарлар сонау көсемнен бастап бәрі от пен судан өткен. Қара жұмысқа араласудан арланбайды. Ал былай қарасаң, қарадан шыққан демессің. Аристократтың сипатынан да құралақан емес, деп Наташа темір төсекті сықырлата бір аунап түсті. Мен сені әзір үлдеме-бүлдеге орай алмаймын. Мен тақыл-тұқыл тұрмыстың адамымын. Ал сен өмірі тұрмыстан тарлық көрмеген жансың. Өкініп жүрмейсің бе? Деген Тұрар. Сүйгеніңе қосылсаң, ғашықтың өзі пеш, деген Наташа. Әрине, солай ғой. Сүйгеніңе қосылмасаң, алтынмен астап, күміспен күптеген, інжу маржанмен баптаған, лағыл гауһармен қаптаған патша сарайларында да қаншама қасірет бар. Сүйгеніне қосылсаң, қатықсыз қара судың өзі шекер мен бал. Сүймей қалған сұлудан сүйіп қосылған су мұрын артық деген бәрі рас. Бірақ
ең асыл мақалдың өзінде де өмірдің ендіретін түзетпелері болады. тұрар мен наташа дегенде-ақ түзетпелерге, ойламаған кедергілерге кездесті. Әуелі жетім бала жоғалып кетті. Рысқұловтың іздетпеген жері қалмады. Милиция шарламаған қуыс жоқ. Бірақ Түркістан теңізінің толқынынан иненің жасуындай шөпшекті қалай іздеп табарсың? Рысқұлов өзін кінәлады. Балаға әкең мен шешең тірі екен деп несі бар? Сол қиялмен әкесі мен шешесін іздеп кетпесе неғылсын? Наташа да өзін кінәлады. Бұл үйге мен келмесем, бала қашып кетпес еді. Жетім бала екеуінің көкірегіне де тікен болып қадалып, жүректерін сыздатты да қойды. Енді келіп ойда жоқта сол жараның үстіне Аркашаның жанжалы жамалды. Аркадий Приходько меркедегі халық қозғалысын тұншықтырған, қасиетті мерке топырағын қанға бөктірген қандықол қатыгез жау. Түркістан генерал-губернаторы Куропаткиннің тұтқынында ротмистрден полковник шеніне дейін көтеріліп, 1916 жылы мерке қазақтарының қырғыны үшін қасиетті Георгий кресіне ие болған. Тулаған Түркістанды қайтадан ноқталамақ болып, Керенский Орта Азия генерал Коровиченко бастаған әскер жіберген еді. Қиюы кеткен кер дүние қалпына қайтып келмеді. Коровиченко Түркістанға генерал-губернатор бола алмады. Полковник Аркадий Приходько генерал Коровиченконың қырғынына белсене қатысып, 17 жылдың сентябрінде Ташкент көтерілістерінің қанын тағы төкті. Коровиченко омақаса құлап, мойны астына қайырылған соң, қашып-пысып біршама көзден таса болды. Дүниеде Аркадий Приходько деген офицер болғаны талай түркістандықтарды қаны соның қолымен төгілгені ұмытылыңқырап бара жатқан кезде сол кіші Приходько жалғанның жарығын қайта шықты. Түркістанда Совет үкіметінің соғыс комиссары Осипов опасыздықпен бүлік шығарып, Ташкентте 14 комиссарды алдап қолға түсіріп атып жіберген шақта, сол сойқанның белді қолшоқпақтарының бірі Аркадий Приходько болды. 2 күнге жуық созылған соғыстан соң Осипов большевиктерден қашып құтылды да Приходько қолға түсті. Осиповтың осқырынып жүргені ТПО-ның күші еді. Түркістанская военная организация. ТПО басында баяғы кәрі генерал Кондратьевич қалқайып тұрған, ал шын мәнінде ТПО-ны қуыршақтай ойнатып отырған ағылшындар, қала берсе американдықтар, бұрынғы құлаған үкіметтің өкілдері, жергілікті байлар мен дінбасылар еді. Олардың ой-арманы бойынша ТПО Осиповтың қолымен Түркістанда Совет үкіметін құлатып, буржуазиялық жаңа үкімет құрмақтын. Ол үкіметтің тізгінін Ұлыбритания ұстап отырмақ еді. Үндістанды, Иранды,
Ауғанстанды өз ықпалына қаратып, күллі шығыстың байлығын майлы жүлекше сорып жатқан кәрі арыстан көптен бері Түркістанның жолы жұмсағына да қорқау тұмсығын салуды армандаған ғой. Полковник Аркадий Приходько сол қорқау құлқынның құралы да құрбаны да еді ғой. Енді өлім жазасын күтіп түрмеде отыр. Ташкент аспаны күңіреніп барып күтір-күтір ете қалды да бір сәтке далада, үйдің іші де аппақ болып кетті. Жұмыстан қайтып іңір шайын ішіп отырған Тұрар мен Наташа екеуінің арасында лапылдаған от жанғандай болды да, қас қағым сәт сол құдіретті жарықтан екеуінің де көздері қарағып, бірін-бірі бұлдыр мұнардан әрең көрді. Рысқұловқа ас дайындап үйдің ішін күтіп бағушы Мұхсина кемпір көне камзолының омырауын қымтай ұстап, «Бисмилля, бисмилля, ля иляха иллаллаху» деп үн шыңғырып кетті. Орасан найзағай ойқастай өтіп, артынша терезені сабалап нөсер төгіп жүре берді. Рысқұлов ішіп отырған шайын қоя салып, терезеге барып, жауынға сүйсіне қарады. Жауа түс, жарықтық деп қуанғаннан алақандарын бір-біріне ысқылап. Түркістан аймағында тым танбай қойғанына қатарынан 3 жас өткен. Соның зардабынан ел ғаламат ашаршылыққа ұшырап, аштық нәубеттенген. Мұны дінбасылар большевиктерге жауып, ақыр заман деп айбай аламдасып, жау жағадан алғанда бөрі болып етекке жармасып жатқан. Енді егін болады, ел пісікшілікке жетсе екен, тезірек деп Рысқұлов терезені сабалаған жаңбырға да жалбарынғандай кейіпте. Дастархан басында Рысқұлов көзі шоқтай жайнап, бетіне нұр ойнап, қуана-қуана оралды. Бірақ Наташа керісінше жабыңқы еді. Соны лезде байқаған Рысқұлов бәйек болып, Наташа ауырып отырғаннан саумысың деп тіксініп қалды. Жоқ Тұрар, деп Наташа мұңды үнмен. Мен саған бір жайсыз хабар айтуға бата алмай отыр едім. Ол не? Рысқұлов қолындағы пиаланы дастарханға қоя берді. Артурдың өлігін айтатын шығар деп лезде ішіне шоқ түскендей шошынып. Наташа ақ шай орамалмен мұрнын тартып көзін сүртті, біршама тығылып, булығып отырып ақыры тіл қатты. Осы уақытқа дейін мен саған Аркаша туралы бір ауыз сөз айтқан емеспіз, бірақ сен оны мүлде ұмытып кетуің мүмкін емес. Әлде ұмыттың ба? Рысқұлов бойын жинап алып, шабуылға атылардай тез ұстанды. Ол шынында да Аркаша Приходьконы ұмытып кеткен сияқты еді. Аркаша Приходько дүниедегі ең әсем әйел Наташаның бөле ағасы екенін есіне енді түсірген сияқты. Сонда бұл қалай деп мастықпен жаңа айығып, мас кезінде істеген қылықтарын есіне түсіре алмай қиналып отырған адамның кейпі бар жүзінде. Иә, Аркаша, әрине білем. Білсең, сол Аркаша қазір сенің тұтқының, деді Наташа енді кеуректігін қойып, еңсесін түзеп, дауысы нықтау шықты. Қалайша? Ірі істер арасында ондай ұсақ-түйек сенің көзіңе іліне бермеуі де мүмкін, деді Наташа күрсініп. Жәудіреген көкпеңбек көздерін жалт еткізіп бір қарап, өлетін бала көрге қарай жүгіреді деп сорлы Аркадий анау жолғы
осиповтың ойранына қатысып қолға түсіпті. мүмкін қатыспаған да шығар, жауар шығар, білмеймін. қазір түрмеде отыр екен. өлім жазасына кесілетін қаупі бар дейді. тұрар жаным, құтқара гөр ака деді. қалай десе де менің бауырым ғой ол. наташа әлгінде жарқ-жарқ етіп көз қарықтырған найзағайдай лапылдап тұра келіп күйеуінің мойнынан құшақтап бет-аузынан сүйіп алды. рысқұлов ғажап бір хал кешті. бұрын наташаға қашанда, тіпті сонау бұлдырап қалған бала кезде ынтық еді. бала кезде қалай сүйеді? жас бала әйел затын сүю дегенді түсіне қоя ма? бала байғұс сүю дегенді түсінбейді, әлдебір құдіреттің күшімен сезеді. әйтпесе он жасқа жетпей жатып беатричке құлай ғашық болған данте сүю дегенді түсінді дейсіз бе? сол шамалас сәби шағында лермонтов сүю дегенді ақылмен түсінді дейсіз бе? әлде бұл ғажайып сезім ол ақындарға ғана тән шығар? рысқұлов ақын емес қой. ол рас ақын емес. өлең жазбаған, бірақ жақсы жырды, жақсы музыканы құлай сүйетін мінезі бар. көбінесе көкірегімен үнсіз ән салып отыратыны болады. үнсіз өлең шығарып отыратыны болады. пианиноның, домбыра мен мандолинаның шебер тарта алады. егер заман оны қақпайлап күрескерлік жолға салмаса, рысқұлов мүмкін не музыкант, не жазушы болар еді. мемлекет қайраткерлерінің көбісі-ақ ақын болады да, бірақ ақындығын жариялауға жасқаншақ келеді. өйткені саяси қайраткерлерден гөрі ақындығын көптің бірі ғана болып қалуы мүмкін. көп ақынның бірі болғаннан гөрі саяси майданда ірі шыққанның өзі артық та. ақындық деген жарықтықтың екі ұшағы бар. бірі ұлылық, бірі масқаралық. ұлы бола алмаған ақын масқара болады. көп ақылды адамдардың өз ақындығын жасыратыны сондықтан. кішкентайынан ынжық болған қызы қазір адамнан гөрі суретке көбірек ұқсайды. наташа қазір оған рембрандттың саксиясына ұқсап көрінген. суреттегі сұлуға қызығуға болады, сүйсініп таңдай қағып сұқтануға болады, бірақ ғашықтық тірі жанға арналған. құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдау білдіріп, пікір жаза кетулеріңізді сұранамын. тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.